Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, оқырмандары. Бүгін біз қазақ тілі пәнінен 8-ші сыныпқа арналған ережені қарастыратын боламыз. Ол тақырып бізде әуен деп аталады. Әуен жалпы интонацияның ең басты компоненті деп аталады. Енді ережеге тоқталсақ, интонацияның ең басты компоненті әуен, яғни мелодика деп те атаймыз. Әуеннің сөйлемдегі атқаратын қызметі әр алуан болады. Ол негізінен әуенді 4 негізгі бөліп қарастырсақ болады. Бірінші, сөйлемнің жалпы мағынасын беру үшін маңызды. Екіншіден, сөйлемнің логикалық мазмұнын жеткізу үшін маңызды. Үшіншіден, сөйлемнің эмоциялық мазмұнын жеткізу үшін маңызды. Және төртіншіден, интонацияның ең басты компоненті болып табылады екен. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, егер де тағы да келесі өтетін сабақтар жіберіп алмау үшін бізге тіркелуді ұмытпаңыздар.